Ерте келгендер. Бұйырғаны осы боп тұр ғой досым. Жей берейік. Дым болмағандай билеп тұра берсейші. Ең жақсы видеоролик өзіміздікі болайын деп тұр ғой. Главный призға бір жақсы взвод берсе дұрыс болар еді. Би жарыс болса шашамыз ғой екеуміз. Ешкімге құдай қаласа жеткізбей билейін деп тұрмыз ғой. Ай, мынау жыл жаңалығы болды ғой. Сені келінімен бірге келе жатыр дегенде таң қалдық қой. Айтып берсейші, қалай шықтың үйден? Ойбай, оңай болған жоқ. Шынымды айтсам, оттың ортасынан шыққандай болдым ғой. Кәдімгі 3-ші дүниежүзілік соғысы болды. Соғыстық, бір кезде арғы жақтан ақ жалау шықты ғой. Сосын бір қолымда келінім, екінші қолымда тофлиімді ұстап алып, үйден атып шықтым. Қалайсыз Қарлығаш апай? Келдім ғой. Нобудысы құрсын келдім. Вечерден артық емес деп келдім ғой. Назгүл дұрыстап биле, жақсы билегендерге ақшалай приз деп атыр ғой. Биле, елден ұят болмасын. Кәне? Оппа! Қыздар, көңілді жүру үшін осылай 100 грамм тартып алу керек басында. Дәу стаканға құйып білдірмей іше берсеңдерші. Дым білдірмесеңдер болды ғой. Мәссаған, білімленті толтырмаппын ғой. Бүгінгі сабақтарға баға қоймаппын. Бауыржанағай қылқылдап ұрсатым болды ғой. Ақмарал, бір индийский би қойсаңдаршы. Мен үшін бір индийский би қойып бере алатын шығарсыңдар. 3000 теңгеден аудара салайықшы. Я сөйтейік, дым білдірме. 3000 теңгеден аударып, дым білмегендей тұра берейік. Осылай күліп, давай. Аудар, 3000 жетеді. Айналайындар-ау, таңғы 5 болды ғой. 5 не істеп отырсыздар? Жандарым, алтындарым, шырақтарым, мені құрметтеп шақырып отқандарына рахмет. Айжан, привет, жаным, қалайсыңдар? Қош келдік. Гүлчка, бір билікті, Гулечка, қойсайшы. Бір билікті, енді бір сенмен бір билегіміз кеп тұр ғой. Терезелерді жаптым ба? Светті өшірдім ба? Есік қолтанды ма? Кім көп приз алғысы келеді? Біз! Өстіп, дым білдірмей билеп келсем, ешкім кешіккенімді байқамайтын шығар. Әй, Керімжан, сен де қатырасың. Менің шай құйғанымды қайдан көрдің? Құйсын аналар. Болды, біз уже маспыз. Енді бітті болды. Қазір қырамыз мына жерді. Құйындар. Жандерім, екеуің бизнесменсіңдер ғой. Бір 10 мыңнан лақтырсаңдаршы. Мен мына жердің ыдысын жуып кетейін деп тұрмын ғой. Қазір 10 мыңнан беріңдерші, құдай үшін. Құрбым-ау, бастауыштар бәлеқор ғой. Лақтырса ақшасын. Қылқылдап 10 рет сұрады ғой, лақтыршы. Мен уже бұл мектептің психологиялық жағдайын бәрін зерттеп қойғам. Уже кім психический екенін мен бәрін біліп жазып алып қойғам уже мен. Бәрін бақылап жүреміз ғой біз, психологиялық ахуал, психологиялық стресс дегендерді. Енді өзім білесің, мен